Сәлем менің YouTube оқырмандарым. Мен бүгін көктем кезінде адам организміне өте керекті көк самсаның жасалу жолын көрсетпекшімін. Ол үшін 250 грамм жылы суға 1 шай қасық тұз, 1 шай қасық дрожж және 1 шай қасық шекер қостым. Және 2 ас қасық күйдірілген сары май қостым. Енді барлығын жақсылап қаспен араластырып алдым да, орташа жұмсақтығындай қамыр илеп, бетін жауып, жылы жерге қойдым. Қамыр жақсылап өзіне келіп көтерілгенше мен шпинатты теріп алдым да, оны жақсылап жуып, майда етіп ұсақтап турап шықтым. Енді ақ пияздан 4-еуін ұсақтап турадым да, оны майға шыжғырып қуырдым. Майда жақсылап қуырылған пиязыма ұсақтап туралған шпинатты қостым. Енді азырақ тұзды себелеп қойдым да, екеуі жақсылап араласпасын дайындап қойғаннан соң қамырларымды дөңгелекшелеп алып, оларды жайдым. Жайып алдым да, ортасынан кесіп, енді жаңағы шпинат пен ақ пиязымды азырақ сеуіп, салып, қамырдың үстіне салып, одан кейін оны үшбұршектеп, самса ұқсатып, түйдім. Бұл көк самсалар өте дәмді болу үшін жаңағы шпинат пен пияздан көбіректен салдым. Бұл көк самсаларды түйу де қиын емес. Бірінің үстіне бірін қойып, орағандай етіп, үшбұршек шығарып, одан кейін шет-шеттерін жақсылап жабыстырып, жұқалап, жабыстырып шығып, қарасаң, 3 бұрышты самса шықты. Самсаның наны да жұмсақ болып піседі, өйткені оның ішіне күйдірілген сары майдан қостым. Енді самсаның беті қызарып әдемі болып пісу үшін оған жұмыртқаның сарысын жаққышпенен жағып шықтым. Сөйтіп оны әсел пеште 20 минут 180 градуста пісіріп алдым. Самса өте әдемі болып шықты, және де менің каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар. Лайкты қойып, егер ерінбесеңіздер, комментарий жазып қойыңыздар. Мен үшін бұл өте маңызды және үлкен рахмет. Және де самсаның үстіне қарасиданадан сеуіп әсемдедім. Ас болсын баршаңызға. Сау, сәлеметте болыңыздар. Келесі кездескенше.